Ең күшті онлайн жұмыс ол YouTube. Осылай қыдырып жүре алсаң қандай күшті, иә. Құрметті оқырмандарым, не жұмыс жасаймын, не істеймін деген кез келген адамға айтарым, ол YouTube канал ашыңыздар. Кез келген жақсы көретін ісіңізді YouTube канал ашып, YouTube каналда көрсетіп, ақшаға айналдыра аласыздар. 10 жыл бойы өз өзімді істеп келе жатқан адам ретінде, например, тігіншіліктен, мұғалім, тәрбиеші, ісімім, яғни администратормен бәрі болдым. YouTube каналға жетеміз жоқ. Қараңыздар, біріншіден ешқандай жерге жұмысқа байланбайсыздар. Интернет болса, телефоныңыз болса, қай жерде жүрсеңіз де, ауылда жүрсеңіз де, осылай видео түсіріп, YouTubeқа сала саласыздар. Болды. И монетизация қосылса, ақша шығып отырады. Екіншіден, мен сіздерге тренд, бір жаңа нәрсе ойлап табыңыз демеймін, например, жасанды интеллект, қазір кімсіз, что у вас хорошо получается? Тігесіз бе, тоқисыз ба, мұғалімсіз ба, психологсыз ба? Может, кітапты мәнерлеп күшті оқитын шығарсыз, жазуыңыз әдемі шығар, Просто осы күшті жасайтын ісіңізді видеоға түсіріп сала беріңіз. Яғни сізге ұнайтын істі видеоға түсіріп сала беріңіз. Кімге қызық, не пайда береді, бұл іс вообще зачем деп ойламаңыз. Яғни сіздің подписчигіңіз ол сізсіз. Яғни сіз, аудиторияңыз сіз, міндетті түрде сіз сияқты адам табылады. Яғни, например, біреудің сурет салғандарын, немесе тамақ жегендерін ASMR көріп отырған адамдар бар ғой. Вот сондай видеолар не қызық, не пайда береді деп ойлайсың, например, бірақ ең көп қаралым солар жинап жатыр да, и жыным келеді да. Простой нәрсе түсіріп миллион ақша тауып жатыр деп. Поэтому айтарым сіздерге, өзіңізді, ісіңізді немқұрайлы көрмеңіз. Өзімізді бағалауды, өзімізге құрметпен қарауды үйренейік. Үшіншіден, елестетіңізші, сіз қайда жүрсеңіз де ай сайын ақша түсіп отырады. Күшті ғой, басында, например, жақсы жұмыс жасайсыз, обязательно писалтайпы, күнде пост саласыз, бірақ монетизацияға жеткеннен кейін 3-4 айда бір видео салып тұрсаңыз, болды. Еще ол ақшаңыз күннен күнге көбейе береді, потому что бір атылған видео, бір атылып кетеді ғой видео, сол шексіз просмотр жинай беретін болады. Яғни жыл сайын, ай сайын просмотр жинайды. Сол үшін описаниедегі телеграм каналыма өтіңіздер. Онда ютубқа арналған түрлі нишалар тізімін салдым. Еще қалай жұмыс жасау керектігін бәрін видеосында көрсеттім. Қолданыңыздар, видео пайдалы болса, осы каналға жазылып кетіңіздер.